Қайырлы күн. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте тез әрі оңай дайындалатын макаронс рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен сироп дайындаймыз. Бізге 80 грамм суға 150 грамм қант қажет. Бәрін жақсылап қосып, араластырып, баяу отқа қойып қоямыз. Бөлек ыдысқа 50 грамм жұмыртқаның ағуыз қажет, яғни менде 2 жұмыртқаның ағуызы кетті. Бұны жақсылап, яғни осылай ағарғанша жақсылап араластырамыз. Баяу отта сиропымыз, яғни қанты ерігенше жақсылап араластырып, дайын болғаннан кейін сәл суытып аламыз. Суытып алғаннан кейін бірден дәл осы сиропқа макаронсты қандай түсте бояғыларыңыз келеді, дәл сол пищевой красительді қоссаңыздар болады. Мен сары түсті қостым. Енді осы дайын болған сиропты жұмыртқаның ағуызына қосып жақсылап араластырамыз. Енді құрғақ қоспаны дайындаймыз. Ол үшін бізге миндальная мука керек, яғни миндаль ұны және де қант ұнтағы. Миндаль ұнын електен өткізудің қажеті жоқ, дәл осылай жақсылап араластырып алсаңыздар. Ал қант ұнтағын міндетті түрде електен өткізіп аламыз, өйткені оның ішінде түйіршіктер жүруі мүмкін. Қант ұнтағы мен миндаль ұнын екеуін жақсылап араластырып, үстіне 50 грамм жұмыртқаның ағуызын қосамыз. Яғни 50 грамм менде 2 жұмыртқаның ағуызы. Дәл осылай қолмен жақсылап араластырамыз. Бізде осындай масса шығу керек. Енді осы миндаль ұны және қант ұнтағы қосылған қоспаны шетінен аз-аздан жаңағы өзіміз қосқан сироп пен жұмыртқаның ағуызына шетінен қосамыз. Дайын болған массамызды арнайы қалташаға салып дайындап қоямыз. Енді макаронстардың формасына әдемілеп құйып шығамыз. Дәл осылай айналдыра құйып дөңгелектің формасын келтірсеңіздер болады. Немесе бірден үстіне басып, дәл осылай құйсаңыздар да болады. Құйып болғаннан кейін міндетті түрде макаронстарды 3-4 сағатқа кептіріп қою қажет. Міне дәл осылай кепкен кезде бетінде, яғни қолдың ізі қалуы керек. 130 градуста пешке 15-20 минутқа салып, сосын пісіріп аласыздар. Енді крем дайындаймыз. Ол үшін бізге 100 грамм фисташка ұнтағы және де 150 грамм сгущенка, яғни қойытылған сүт. Осы екі қоспаны қосып жақсылап араластырамыз. Кремі өте оңай, яғни ешқандай творожный сыр кілегейдің қажеті жоқ. Жақсылап араластырып дайындап аламыз. Арнайы қалташаға кремімізді салып, алдын ала дайындап аламыз. Міне дәл осылай арасына кремімізді жағамыз. Міне біздің макаронстарымыз дайын болды. Фисташка қосылған, үй жағдайында дайындалған, оңай әрі тез дайындалатын макаронстарымыз дайын. Ұнаса, лайк басып, пікір қалдырсаңыздар болады. Көп рахмет.